Сәлем оқырман. Бүгін көптен күткен сәт болды. Көбі айтқандай ержігіттің бұрынғы жұбы, үміткері Мадина қатысушы болып келді. Келмеймін, нақты шешімім деп айтқан еді қайта-қайта. Бірақ сөзінде әрине тұрмады. Нақты қалағаны сол үміткерлік болар деген ойдамын. Ержігіт бүгін эфирде болмады, бірақ ол негізінде қатысушы болып келсе. Қарсылығым жоқ деген болатын. Әрине де қарсылығы болса да бөтен қызға не дей алады. Ойларыңыз қалай, Мадинадан ондайды күттіңіздер ме? Мадина болса бір айтқаны болды. Айырылысып кеткеннен кейін біз сөйлестік, мен оны жасырмаймын деді. Бар әңгімені талқыладық. Соңында дұрыс шешімге келе жатқанымызда тағы да сол мінездеріміз келмей қалған болатын. Тағы қырсықтық, тағы бір ұрысып қалдық. Тіпті бір-біріміздің бетімізді көрмейтіндей кетіп қалдық. Бүкіл жерден ержігіт менде бұғатталған. Содан кейін де мен қатысушы боламын деп ержігітке ескеріп айтқаным жоқ деді Мадина. Және де жұмысына туралы сұрақтар қойылған еді. Негізі келе алмаймын, жұмысымды тастамаймын деген сөздер шыққан болатын. Соны кері әкеліп, басты себебі жұмыс емес екенін айтты. Мені деді аша алмаған жігіт болмады. Талаптары сабырлы, менікіне келетін. Мені түсінетін. Менің бар болмысыммен қабылдай алатын жігіт келсе. Мен таныстыққа әрқашан дайынмын деп жауап берді. Көрерменнің пікірін оқып көрейін. Қатысушылар қырындайды енді мынаған. Сосын ержігіт қызғанады, сосын екеуі сезім бар ау деп тағы сөйлеседі. Сосын ажырасады, сосын қайта отырады ырбиып. Қасқалар ай. Мадина өз парақшасында айтып еді. Соңғы әрі нақты жауабым болсын. Мен қосылайқа қатысушы болып, ешқашан бармаймын деп. Ал енді түк болмағандай келіп тұр. Екі сөйлеп не керегі бар? Мадина өте сұлу, әдемі қыз. Ержігіт ақымақ болып айырылды. Айданың жаны шығып кетті ғой. Өзін сұлумын деп жүрсе керек. Не бойы жоқ, қазақ қыздармен салыстыруға да келмейді. Басқа осы Мадина келет деп ойламаған едім. Осы жерге келмесе тұрмысқа шықпай қалама екен. Ешеу ержігітке үміткер келген кезде отырған қыз жігіттер үйленуге дайын емес. Барлығы сырт келбеті әдемі болса дейді, содан мінездерін білген соң алыстай бастайды. Дейді көрермен, сенің ойың қалай?